Ассалаумағалейкум жамағат. Мынау аз да болса, кішкене болса да көптеген шаруаларға пайдалы кеңес. Осылай лақтар еміп қоймас үшін осындай желінғап жасап қойсаңыздар болады ешкілеріңізге. Бұл өте қолайлы. Одан кейін мынау желінғапта кигеннен кейін лақ барып еміп қоя алмайды. Сонда қасында еркін жайылып жүре береді лағы. Анасымен бірге жайылып өскен лақ ол шөпке барлығына ерте бейімделеді. Одан кейін тағы бір айта кететін жайт, бұл желінғапты мүмкіндіктеріңізше әр 2 күн сайын жуып, тазалап, қайта кигізіп жүргендеріңіз дұрыс. Бұнда әр желін артық жаралар шығу, болмаса бір жерге жырып кету, сондай қауіптерінде сейілтеді. Бұның пайдасы өте жақсы. Желін таза болады, ешқандай жара, ауру, жырып кету деген сияқты қауіптерден сақталады.